Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандарым? Мен сіздерден видео астындағы подписаться сөзіне басып, тіркелулеріңізді сұраймын. Каналға тіркелуіңіз каналдың ары қарай жақсы дамуына әсерін береді. Егер сіздерде өтініштер немесе сұрақтар болса, видео астына жазуыңызға болады. Бозторғай туралы аңыз. Бірде Мұхаммед пайғамбар көкке қарап пікір етіп отыр еді. Көз ұшына екі құс ілінеді. Әп-сәтте олар жақындай түседі. Қараса, бір торғай жан дәрмені қалмай қашып келеді екен. Бір лашын өткір тұяғын қылыштай сермеп ізінен қуып келеді. Торғай ышқына қашып пайғамбардың қойнына кіріп тығылады. Үрейден денесі дір-дір етіп қалшылдап отырады. Лашын қанатын созып, пайғамбардың қарсы алдына қонақтайды да адамша тіл қатады. «Ей адамзат, менің жемтігімді қайтар. Тәңір тағала бүгін несібем етіп осы торғайды бұйыртып еді. Ол сенің қойныңа тығылды. Араша түспей босат. Қарным аш, іштегі жыланымды басуым керек», дейді. Пайғамбар бозторғайды алақанымен сипап: «О лашын құс, мен саған қой етін берейін, соны же, мына торғайға тиіспе», дейді. Лашын көнбейді. «Қой еті қорғасын деген, одан да торғайдың еті жұмсақ келеді. Онда сиырдың етін берейін», дейді пайғамбар. «Жоқ, сиыр еті 40 жылдық дертті қоздырады деген, көнбеймін», дейді. «Онда жылқының етін берейін». «Жоқ, жылқы еті тез қорытылады, қарным қайта ашады», деді лашын. «Түйенің етін берейін». «Жоқ, түйе еті жалқаулықты шақырады». «Ендеше торғайдың орнына не сұрайсың? Екі көзіңді ойып бер», дейді лашын. «Жақсы, екі көзімді торғайдың жаны үшін аямаймын, тек бұл байғұсқа тиіспесең болды», дейді. Сол сәтте лашын құс Әзірейіл періштеге, торғай Жебірейіл періштеге айналып шыға келіпті. Олар: «О әзіретті Мұхаммед, сені жомарт, шырылдаған торғай үшін де жанын береді» деп мақтаушы еді. «Соны сынайық деп келдік. Сен расымен титімдей торғай үшін қос жанарыңды аямадың. Құсқа пана болып, жыртқышқа алдырмадың. Бізге ең ұнайтын қасиетің осы. Үмбетіңде осылай аң құсқа пана болса, біз олардың тілеуін тілеп, Құдайдан амандығын тілер едік», дейді. Осылайша Әзіретті пайғамбар боз торғайға болысқан екен.